Саламатсыздар ма? Менің есімім Жарқын Ұлағат. Яғни бүгін Қазақстан тарих пәнінен екінші стресс тапсырмасын орындайтын боламыз. Яғни айтатын боламыз. Екінші стресс тапсырмасы яғни берілген романдар, яғни кітаптар оқып, соның мазмұнын немесе өзімнің түсінігімді, не түсіндім, қандай сезімде болдым деген сияқты айту керек болған. Яғни бүгін менің оқыған немесе зерттеп жүрген романым бұл Айқас романы болатын. Айқас романы 20 ғасырдың 50-60 жылдары сол кездегі жағдайлар, сол кездегі үкіметтегі, сол кезде қандай жағдайлар болған, қандай оқиғалар болған, Ілияс Есенберлин осыларды жазып бәрімізге көрсеткен болатын. Ілияс Есенберлин айтып кететін болсақ, ол қазақтың тарихи, яғни шебер жазушысы болған. Рухани дүниесін көркем тілден жеткізіп, оның шығармалары басты ерекшелігі ол уақытпен сәйкес келіп тұрған. Яғни уақытпен сол кезде болған затын, өзінің өмірінде көрген заттарын, болған заттарын жазып отырған болған. Сондай жағдайларды роман қылып көрсеткен бізге. Яғни бұл роман бір адамның өмір жолы ғана емес, яғни тұтас бір дәуірдің, жалпы сол кезде келтірген тұтас бір заманның, бір ұрпақтың, яғни сол кезде заманның қазақтардың тарихи шындығы деген сияқты. Яғни екі адамның немесе екі кейіпкерлердің арасындағы қақтығыс деген сияқты болады. Айқас деген негізі осыдан келген болатын. Сол кездегі екі түрлі адамдар, жастардың өмірі және де басшылық, үкімет деген сияқты сол кездегі қандай жағдайда болған бәрін айтып берген болатын бізге. Яғни романның мазмұнына келетін болсақ, Айқас романы басты оқиғалары, яғни кейіпкерлері, бұл басты кейіпкері негізі Ермек. Сосын Сапарғали. Ермек, яғни сол кездегі жаңа заманның жасы болған үшін, кейін болашаққа ұмтылысы бар, болашаққа өте тыймайтын, өзінің намысынан тыймайтын адам болған, өте жақсы және де инженер болған үшін, өзінің намысын, яғни ұстанымын қатты ұстанатын адам болған, өте әділ және адал адам болған. Сосын тағы бір кейіпкер Сапарғали, қалай айтсам болады, Сапарғали ол сол замандағы, яғни билікке ұмтылу жағынан көрсетілген адам болады. Билікке ұмтылып, өзінің намысын да құрбан ететін адамдай болған Сапарғали. Яғни романның басты оқиғасына келетін болсақ, ол индустрияға иеленген социалистік Қазақстан сипаттайтын кезеңде өтеді. Сосын бұл ұлттың тарихына үлкен бетбұрыс сәттер алып келген, яғни бетбұрыс сәттердің бірі болған. Сосын Ермек есімді жас инженер. Ол Ермек заманға сай білімді, шыншыл, бағана айтып кеткен болатынбыз, өте адал адам болған. Елдің болашағын алаңдайтын бір жас болған, азамат болған. Ол, яғни өндіріс саласында жұмыс істейтін жас болған, азамат болған. Қоғам игілігі үшін тер төгеді, яғни көздеген жай ғана қызмет емес, ол болашақ үшін ойлайтын адам болған. Шын мәнінде де елге пайдалы болу ұстанатын болған бұл Ермек деген азамат. Бірақ бұл жолда Ермектің сол елге пайда болу, өзінің пайдасын жарату жолында өте де көп қиын кездер болады. Яғни соның бірі ол үлкен сынақтар өткізеді, яғни соның бірі ол Сапарғали болып тұрған. Бір жағынан ол өзіне сенетін, халыққа қызмет етемін деп отыратын азамат болған. Екінші жағынан ол сол жүйенің ішінде жалған, екі жүзді адамдармен күресіп отқан. Ол екі жүзді адамдар айтып отқанымыз сол Сапарғали болатын. Сапарғали, яғни бағана айтып кеткендей, билікті, лауазымды сүйетін, мансап үшін
ар намысын құрбан ететін адам болған. Осы екеуінің арасындағы күрес, яғни осы екеуінің арасындағы күресті пайдаланып, осы айқас деген атты осы романға қойған деп ойлаймын автор өзі, Ильяс Есенберлин. Бұл жолда, яғни айқас жолында, қақтығыс жолында ермектің алдында үлкен сынақтар болады. Ол екеуінің арасындағы күрес ол шығарманың басты драмасы. Осы романның басты драмасы, яғни басты оқиғаларының бірі болады. Бұл тек екі адамның арасындағы күрес емес деп ойлаймын өзім. Автордың жеткізетін ойы. Бұл ескі мен жаңаның күрес деп ойлаймын. Яғни жаңа заманның жастары ермек деп ойлаймын. және де бір жағынан ескі деген ол Сапарғали тұр деп ойлаймын. Адалдық және де адалдық пен жалғандықтың, әділет пен қатыгезден күрес деп ойлаймын. Яғни адалдық ол ермек, әділет ол ермек, қатыгез бен жалғандық ол Сапарғали. Бұл өте ауыр айқас. Ермек өзінің адалдығы, яғни адалдығы, кәсіби білімі және де адамгершілігі арқылы үлкен өзгерістерге жетеді. Ол әділетсіз басшының бет-перделерін ашып, яғни күресіп соған қарсы болып, яғни адалды болудың жолына тырысқан. Еңбек ұжымына келетін болсақ, еңбек ұжымына өте сенімді болған. Бірақ бұл оңай келген жеңіс емес. Жан азабы қасында көп оқиғалар болады. Сатқындық болады, жалғыздық болады. Бірақ оның жолында бұлар өте шынайы кедергілер болып тұрады. Бірақ оның жолында сонымен бірге романда бұның махаббаты болады, Жәмила деген. Бұл Жәмила деген арасындағы махаббат желісінде ерекше орын алады. Бұл Жәмила ол нәзік, адал, рухы биік әйел болған. Ол ермекке тек сүйікті сезім ғана емес, рухани серігі, сырласы болған, демеушісі десек те болады. Бұл махаббат таза және де шынайы, жүрекке жылы сезімдер толы болған. Осы екеуінің махаббаты, ермек пен Жәмиланың арасындағы махаббат, ол өте адал және де таза болған. Кейіпкерлеріне келетін болсақ, ермекке келетін болсақ, ермек бұл ат қоятын болсақ, ермекке ол ұлттың жаңа тұлғасы деп айтсақ болады. Ермектің бейнесі автордың өз арманы. Ильяс Есенберлин осылай айтқысы келіп тұр деп ойлаймын. Яғни Ильяс Есенберлин өзі ермек сияқты адам болғысы келеді деп ойлаймын. Автордың өз арманы дегенде оның ішкі сенімі мен махаббаты және азаматтық ұстанымының көрінісі деп ойлаймын. Және де ермек жаңа дәуірдің инженері, бағана айтып кеткендей, білімге сүйеніп, елге адал, елдің болашағын ойлайтын, елдің болашағын алдына тартатын тұлға болған. Оның басты ерекшелігі адалдық. Бағана өте көп рет айтып кеттік. Ол ешқандай жағдайда байланысты ұстанымнан таймайды. Ешқандай жағдайда өзінің ұстанымынан таймайды, яғни адалдықтан таймайды. Ермектің тартысы сыртқы емес, ол ішкіде. Ол жүйеге қарсы шықпайды. Бірақ әділетсіздікке қарсы шыққан. Ол сол замандағы, яғни 19-20 ғасырдағы сол замандағы жүйеге қарсы шықпайды да, бірақ сол замандағы жалғандыққа, әділетсіздікке қарсы шыққан болады. Ол сол кездегі әділетсіздіктен қарсы тұрған таймаған. Сосын Сапарғалиға келген болсақ, Сапарғалиға бір ат берсек, ол жүйенің ішіндегі індет деп ойлаймын. Сапарғали типтік бюрократ. Ол көрінген жерден бедел жинап, яғни басқа адамдардың еңбегін тартып алып деген сияқты солай жүретін өте жаман адам болған. Өзгелердің еңбегін, яғни
өзгелердің еңбегін өз пайдасына алып ойлайтын адам. Бұл өмірде көп кездесетін, бірақ қауіпті тип. Себебі ондай адамдар қоғамды іштей бұзады, іштей жейді. Сапарғали зұлым емес, бірақ өзімшіл адам болған. Билікке қатты ұмтылатын болған, өзінің осылай мықты екенін көрсеткісі келе ма білмеймін, бірақ өзімшіл болған, өте өзімшіл болған. Жүйені бұзбай-ақ ішінен шіріткен адам болатын. Ең қорқынышты ол өз ісінің дұрыс екеніне сенімді. Өте жаман жұмыс істеп жатыр, мысалы қоғамды іштей жеп жатыр, қоғамды іштей бұзып жатыр деген сияқты, бірақ ол өзінің ісін дұрыс екеніне сенімді. Қате екенін білмейді, яғни өз дұрыс екенін сенімді. Жәмиляне келетін болсақ, ол сенім. Сенім. Жәмиля ол Ермектің жан-жары. Бағана айтып кеткендей, Ермектің қиын жолдарында қолын беріп, қиын сәттерінде бірге қасында тұрып берген әйел болған. Өте шынайы, адал әйел болған. Бұл кейіпкер арқылы Ілияс Есенберлин сол замандағы, яғни 20 ғасырдың 40-50 жылдарындағы, яғни сол замандағы 40-50 жыл демей қойын, сол замандағы әйелдерді мазмұндағысы келіп тұр. Табиғатын, оның рухани күшін, яғни махаббаттың тазалығын, сол кездегі әйелдердің махаббаттың тазалығын көрсетейін, жазайын деп, кейінгі ұрпақтарға көрсетейін деп жазған деп ойлаймын. Яғни бұл кейіпкерлерден басқа да көп кейіпкерлер болған. Яғни ол шығарманың екінші пландағы кейіпкерлер деп ойлаймын. Өте шынайы жасалған, бұлар да өте шынайы жасалған. Әрқайсысы қоғамның бір бөлшегі, яғни бейнеленген. Қоғамның бір бөлшегі болған, яғни басшылық болған мүмкін, әкім болған мүмкін, отбасы жандары, яғни өзінің Ермектің отбасындағы адамдар, сол Ермекпен қатар жұмысшылар да бейнеленген. Бәрі Ермек сияқты жас жұмыскерлер болған. Бұл кейіпкерлер арқылы автор өмірдің көп қырлы екенін көрсеткісі келеді бізге. Яғни идеясын айтатын болсақ, тақырыптың, осы романның идеясына келетін болсақ, идеясы тақырыптар мен идеялар адал еңбек деп ойлаймын. Адал еңбек, бұл қоғамның даму негізі. Қоғамды сен дамыту үшін, яғни адал еңбек керек. Романдағы еңбек ол басты құндылық ретінде бізге көрсетілген. Яғни осы Ермек деген кейіпкер арқылы басты құндылық ретінде бізге еңбектің маңыздылығын және күштілігін бізге көрсеткісі келген. Ермек сияқты адамдар елдің болашағы, яғни еңбек адамды өсіреді, халықты біріктіреді, халықты алдыға тартады, болашақты тіпті көркін гүлді қылады. Автор осыны нақты дәлелдеген болатын осы романның ішінде. Және де жүйедегі әділетсіздікпен оған қарсы күрес де жазған бұл жерде. Кеңестік жүйедегі әділетсіздіктер, яғни жазушы ашық көрсетпесе де, бірақ ашық көрсетпеді деп ойлаймын, бірақ астарлы жеткізеді. Яғни былай жеткізіп отырады да. Ермек жүйеге қарсы шықпай-ақ, бірақ оны өзгертуге тырысады. Бірақ ол негізі бастан аяқ жүйеге қарсы шықпайды, бірақ әділетсіздікке қарсы тұрып, оны өзгертуге тырысады. Себебі ол әділетсіздіктен өте қиын жағдайлар көрген. Әділетсіздік оның басынан өткен себебі. Бұл нағыз ерлік, яғни Ермектікі нағыз ерлік. Және үшіншіден ол Жәмиля мен Ермектің махаббаты, махаббат пен сенім. Болған кезсек, Жәмиля мен Ермек арасындағы қатынас, шынайы махаббат. Ол үлгі, біздің кейінгі ұрпақтарға үлгі болсын. Осылай деп жазған деп ойлаймын. Себебі Жәмиля өте адал және сенімді әйел болған. Өте күшті, рухы өте күшті адам болған. Яғни сол кезде